Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Алтын. Бүгін винегрет салатын дайындаймыз. Ол үшін бізге піскен картоп қажет болады. Картопты видеода көрсетілгендей ұсақтап төрт бұрышты қылып тураймыз. Мен 2 картоп алдым, екеуі де орташа картоп. Бірақ сіздер салаттың мөлшерін өздеріңіз қалағандай көп немесе аз қоссаңыздар болады. Тұздалған қиярды да төрт бұрышты қылып турап алып ыдысқа саласыздар. Және пиязды да ұсақтап тураймын. Содан соң бізге піскен қызылша керек болады. Бұны да төрт бұрышты қылып турап аламыз. Мен бір үлкен қызылшаны қосамын. Турап болғасын ыдысқа саламыз. Үстіне тұздалған 40 қабат қосамыз және бұршақ қосамын. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, сұйық май немесе зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Салат толығымен дайын болды. Өте дәмді және әдемі болып шықты. Осы салаттың рецептісі бойынша жасасаңыздар, видеоның астына лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Алтын ас болсын.